Алла Тағала Құран кәрімде былай дейді: Астағизу билла, фасолли ли раббика ванхар. Яғни, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға әмір етіп отыр: сен Раббың үшін намаз оқы, және ол үшін, яғни Раббыңның разылығы үшін құрбандық шал дейді. Сол секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде айтады: Мән уаджада саатан фәләм юдахи фәлә яқрабанна мусаллана. Мағынасы не? Кімде кімнің мүмкіндігі бола тұрып құрбандық шалмайтын болса, онда ол біздің намазханаларымызға, яғни мешіттерімізге жоламасын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бұл ескертуі ауыр. Сондықтан кімнің мал мүлкі нисап мөлшеріне жетіп тұрса, оның құрбан айтта, яғни құрбан айттың бірінші күннен үшінші күніне дейін, яғни намаз оқылғаннан кейін үшінші күннің күні батқанға шейін құрбандық шалуы мүмкіндігінің шеңберінде оның міндет болады, уәжіп болады. Ал кімде кім құрбандық шалмайтын болса, біздің мазхабымыз бойынша, яғни мүмкіндігі бола тұрып, ол күнәһар болмақ. Сондықтан құрбан айттағы құрбандықтарымыз қабыл болсын.